Осы бальзамның арқасында мен операцияға бармай қалдым. Енді осы бальзам жайлы айтайын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мынау біздің Қазақстанның өнімі. Мен осы арқылы операцияға бармай қалдым деген мынау менің жаңағы диагнозым. 2021 жылы мен шланг жұтқам. Былай түсірсе жақсы көрінеді ғой деймін. 2021 жылы мен шланг жұтқам. Сол кезде маған операция жасау керек деген. Енді мына жерде грижа, эрозия, размерлері бәрі көрсетілген, жазылған. Сонымен мен операцияға түсу керек болды да маған. Содан кейін қайда мен бұның ауырып жүргеніме көп болды ғой. 21 жылдан алдында да ауырып жүргем ғой мен. Бірақ енді өзі бір уақыт келді, бір таныс фельдшерім бар еді, соған жіберген мына немді. Сөйтіп едім, ғалым көке, мына операцияңызды ертерек жасатып тастасаңызшы деді, уақытыңызды өткізбей. Сосын мен уже қарындасыма хабарластым, осындай нелермен айналысатын қарындасым. Содан ертесінде маған осы бальзамды әкеп берді. Сөйтіп мен осыны іштім. Содан мен қазір менде изжога вообще жоқ. Мына 2 упаковкасы бос мыналар. 2 упаковкасын іштім. 2 упаковкасын ішіп тастадым да, содан кейін бір 15 күндей демалдым. Сосын мынау 3 упаковканы ішіп жатырмын енді. Қазір менде изжога жоқ, но енді мен бірақта шланг жұтып ештеңе қылған жоқпын, бірақта енді мен тағы да бір 2 упаковкасын ішсем деп отырмын, Құдайым бұйыртса. Содан кейін енді өзім есебім бойынша 1 айдан кейін барып шланг жұтамын, Құдай қаласа. Сонымен қазір менде изжога жоқ. Мен қалай изжогамен ауырғанымды айтайыншы. Мен құрт жемесем изжогам басылмайды. Сосын мен адамдар әртүрлі способтар, жаңағы біреу алма жейді, жаңағы изжога болып кеткен кезде, біреу айран ішеді, даже біреу өткенде айтады, тұз кішкентай тұз алам дейді, соны жұтып жіберем дейді, сол қойдыртады дейді. Біреулері жаңағы пищевой сода суға араластырып ішем дейді. Мен өзім әйтеуір құрт жесем басылады. Сосын түнде ұйықтар кезімде мен тумбочканың үстінде құрт тұрады. Обязательно түнде изжога болған кезде құртты жеймін, сол кезде ғана басылады. Әйтпесе басылмайды изжогам ше. Жағаныңды көзіңе көрсетеді. Жаман ше, жаман. Енді аурудың жақсы жоқ қой. Сосын мен жұмысқа кетіп бара жатқан кезімде келіншегім қалтама 2 құрт салып жібереді. Қазір енді Құдай қаласа қазір же құрт салмайтын болды. Ұмыттым мен оны, бар ғой. Қазір изжога жоқ. Но бірақ сонда да мен енді өзімнің ойым до конца емделген дұрыс шығар деймін да. Енді Құдай қаласа осымен осыдан кейін тағы 1 упаковкасын ішсем, сонымен одан кейін мен ішпеймін деген ой болып отыр менде. Так, бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе менде гайморитовый киста и искривление. Оның бәрін мен больницаға, поликлиникаға барып түсіріп, соның диагнозын алғам. Диагноз бәрі бар, қағаздар қолымда. Содан мен қазір көрсетейінші, мынаның ішіндегісін алып. Мынаның ішінде мынандай упаковкада болады, бұл өзі. Мынандай. Мен бұны ішкен кезімде мына жерге дейін полный. Сосын жартысын ішіп, жартысын 2-ге бөліп ішіп жүрдім. Енді мен жаңағы мынау гайморитовый кистаға мұрныма тамызу үшін мына жерінде кішкене астаты қалып кетеді.
ол мына несінен никак шықпайды, қалып кетеді. Сосын мен бұны мынаның басын кесіп, мен қазір көрсетейінші, өзім соны жасап отырмын, мұрныма тамызайын деп отырмын. Міне, мынаны көрдіңіздер ма? Мынаның басын кесіп тастадым. Міне осылай кесем да, сосын мынандай тонкий шприцқа құйып аламын басын. Көрдіңіз ба? Енді бұны пипеткамен істеу керек дейді. Мне так кажется, ол пипеткамен істеген ыңғайсыз. Мынаны мен өзім ойлап осылай жасадым. И осылай мен мұрныма тамызып жүрмін. Енді мен жаңағы гайморитовый кистадан қалай не екенін айтып берейінші. Түнде мысалы мен енді анау жас кезімізде, төбелесіп жүрген кезімізде пайда болған травма шығар, искривление дегені. Түнде бір мұрнымның тесігі кішкентай, бір мұрнымның тесігі үлкен. Сосын мен мынаны жаңағы былай мысалы мына сол жағыңмен жатқан кезімде анау жаңағы киста ет қой, сол құлайды, мына кәдімгі сол жаққа қаратай. Сөйтеді да жаңағы мұрным, дәу мұрнымның дәу тесік жауып қалады да, содан кейін мен мына екінші оң жақтағы мұрнымның тесігі кішкентай ғана искривление ғой енді. Одан уже ауа вообще кіріп шығу қиын болып кетеді. Сосын мен уже аузым ашылып кетеді да, аузым ашылып кетіп, азанда ұйқыдан тұрған кезімде уже аузым кеуіп сөйтіп кетеді ғой.